Баршаға қайырлы күн, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге Орео пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең бастысы өте оңай әрі тез жасалады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Яғни бізде қантымыз еруі қажет. Осылай әдемілеп жақсылап араластырып, оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Оны құйғаннан кейін осылай жақсылап тағы да 1-2 рет осылай араластырып алатын боламыз. Бізде толыққанды араласу қажет. Одан кейін ұнымызды саламыз, оның үстіне какаоымызды саламыз, разрыхителімізді салып, осылай 1 келкі қамыр болғанша жақсылап осылай араластырамыз. Бізде арасында ешқандай іртік қалып қалмауы қажет. Біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ қамыр болады. Ішінде май болғаннан кейін қолға жабыспайды. Оны алып, осылай кез келген формамызға барлық жеріне жеткізе отырып, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап қамырларымызды орналастырып шығатын боламыз. Осылай аккуратный, өте әдемі қылып, 1 келкі етіп барлық жеріне жеткізіп орналастырамыз. Келесі кезекте осындай Орео печеньелерімізді алып, бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Бұл бізде қазір ішіндегі начинкасына салғанға керек болады. Келесі кезекте таза ыдысымызға осындай сметана, яғни қаймағымызды өзімізге керегінше алып салып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап екеуін 1 келкі масса болғанша қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Осылай барлығы 1 келкі болады. Одан кейін оның үстіне жаңағы бірнеше бөлікке бөліп қойған Орео печеньемізді салып, оны да 1-2 рет жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді жаңағы формамызға осылай барлығын құйып алатын боламыз. Ішіндегілерін барлығын осылай қасықтың көмегімен жан-жақтарына жетпеген жерлеріне жеткізіп аламыз. Бетіне осылай сәндік ретінде осындай Орео печеньелерімізді әдемілеп қойып шығатын боламыз. Келесі кезекте қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, өзіміз градусына қарай пісіретін боламыз. Біздің Орео осылай дайын болып шықты, өте әдемі болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі, көтерілуі де жақсы, дәмі де жақсы болады. Видеода көріп тұрғандарыңызда міне өте әдемі болып көтерілген. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.